Қош келдіңіз Шерубай аға, қалыңыз қалай? Жақсы, қош көрдік. Қуаныш, қалдарың қалай өздеріңнің? Бәрі жақсы, рахмет. Құрметті көрермендер, салмақты сұхбаттың бүгінгі қонағы филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі Шерубай Құрманбайұлы. Мен Қуаныш Жұмабекұлы. Шерубай аға, Абай Құнанбайұлының дүниеде өзі, малды өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз деген сөзі бар ғой. Ғылымға қалай келдіңіз? Сұхбатты осыдан бастасақ. Енді ғылымға әркім әртүрлі себептермен келіп жатады. Біздің енді ғылымға келуіміз ол филология факультетіне келуімізбен байланысты сияқты. Ойлап қарасақ. Енді филология факультетіне келуіміздің өзінде адамның өскен ортасы, туған жері, немесе сол мектепте сабақ берген ұстаздардың ықпалына байланысты болады әдетте. Біз сол, менің туған жерім Мұқағали Мақатаевтың ауылы әйгілі Қарасаз. Сол кішкентай шағын ғана ауданнан Бердібек Соқпақбаев, Мұқағали Мақатаев, Сағат Әшімбаев, Баққожа Мұқай сияқты үлкен қаламгерлер шыққан осы өңір. Жастайымыздан күнде еститін, оқитын еңбектеріміз, түрлі кездесулер, осы жазушылар шыққан өңір болғандықтан біздің филолог болуымызға сол ықпал етті де мен филология факультетін таңдадым. Содан филология факультетіне құжат тапсырған кезде 86 жылдары біздің бұрын 50 бала қабылдайтын филология факультетінің сонда қазақ бөліміне. Сол жылы 10 баланы ғылыми өндірістік бөлім деген жаңадан бөлім ашылды да, соған 10 адам, 50 орынның 10-ын соған бөлетін болды. Бұл ғылыми өндірістік бөлім дегенде болашақ жоғарғы оқу орындарының мұғалімдерін ғылыммен айналысатын мамандарды дайындайтын бөлім болатын. Соған тапсырдық, құжатымды да соған тапсырғанда, бірақ ол біздің ана педагогикалық бөлімнен қарағанда ол жерде конкурс 3 еседен астам көп болды. Сосын маған кейбір әріптестерім білетін ағаларымыз ақыл айтты, мына неде конкурс өте үлкен, сен конкурстан өтпей қалуың әбден мүмкін, ол кезде оқуға түсу өте қиын ғой, қазіргідей қаптаған университет жоқ. Сондықтан сен сол құжаттарыңды алып, 40 балаға бар, қанша айтқанмен бір орынға 3-4 адамнан ба, 3,5 адамнан келеді екен, соған тапсырсаң өтесің деді. Bir ойланып құжатты ақыры алмадық, сол ғылыми өндірістік бөлімге тапсырып, НПО дейді, научно-производственный отдел дейтін отделға тапсырып, соған түстік қой. Енді оған түскеннен кейін, ол кезде, дәл сол кезде енді ғалым болам, ғылымды қолайым деген ой емес. Жалпы ана бөлімнің, ғылыми өндірістік бөлімнің болашағы туралы ойландық. Енді біз әскерден кеп, кішкене ес тоқтатып келген кезде оқуға тапсырғанбыз, сондықтан осыны саналы түрде таңдадық. Ал енді филология факультетіне түскеннен кейін, сол қазақ бөліміне түскен балаларды 2 топқа бөлдік. Тіл және әдебиет тобына. Бірінші топ, екінші топ дейтін 101-102 топтар. Соны мен бірінші топқа түспін. Бірінші топ бұл тіл мамандарын дайындайтын, тілшілерді дайындайтын топ қой енді. Екіншісі әдебиетшілер дайындайтын топ. Бірақ бәріміздің көкейімізде филфаққа келетін балалардың көбі ақын болсам, жазушы болсам деген арманмен келеді ғой. Бәріміз сол екінші бөлімге барып, осы әдебиетшілердің бөлімінде оқуымыз келген. Енді осы жерден басталды, сол топқа келген кезде біздің жалпы ары қарай енді ғылымға келу деген жол осы жерден басталған сияқты. Бірінші курста оқып жүргенде бізге морфология дейтін пәннен профессор Сапархан Мырзабеков деген ағайымыз сабақ берді. Өте білімді және мына оқытудың әдістемесін өте жақсы меңгерген ұстаз еді. Сол бізге сөйлем талдатады, мектеп программасын тексеріп көреді, сосын сөйлем талдатады, фонетикалық, морфологиялық талдаулар жасаймыз. Сондай жасап жүрген кезде қара сөздерді, кәдімгі сөйлемдер талдап келеді да, жазушылардың шығармаларынан алынған сөйлемдерді, мәтіндерді талдатып келеді да, өлеңге көшеді. Өлең мәтіндерін көбіне Абайдан алады. Содан ол кісі
сабақта келе жатып мысал беріп тұрған кезде абайдың бір екі жолын, өлеңінің бір екі жолын алады да, мәселен ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба дейді де тоқтап қалады. Аудиторияға қарайды, ары қарай қалай еді деп жалғастырып. Содан кейін біз енді ары қарай өлеңнің екінші, үшінші, төртінші жолын айтамыз. Келесі сабақта келесі сөйлем таңдағанда тағы да солай, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, немесе сегіз аяқтан, немесе басқа да кейде абайдың қара сөздерінен алып осындай талдаулар жасаймыз. Үнемі ол кісі бір екі сөйлемін айтады да ары қарай қалай еді деп пауза жасап тоқтап қалады. Енді біз ағай есіне түспей тұр екен деп жаңа білетіндеріміз соған қосыламыз. Қосыла кетеміз, айтып өлеңнің келесі жолын. Одан бір сол курстың орта шеніне таяған кезде мен де сендер сияқты абайдың өлеңдерін жатқа білем. Сендерді ақырен байқап көрдім. Абайды оқитындарың бар екен, абайдың өлеңін білетіндерің бар екен, білмейтіндерің бар екен. Көрдік деп, сонда ол кісі біздің жаңа ұстаздың методикалық әдістемесі ғой өзінше. Байқап көреді екен ғой сол. Есіне түспей қалған сияқты тоқтап қалғанда абайдың өлеңін бізден жақсы біліп тұр, бірақ мына балалар біле ма, осы абайды оқып келді ма мектепте, осыларға қалай оқыпты абайдың шығармашылығын деген тексереді екен. Сонымен оны өзі айтып сырын. Ары қарай сол абайдың өлеңдерін мектепте жақсырақ жаттаған балалардың қатарына кірген екенбіз, студенттердің. Сапархан ағай мені шақырып, сен абайдың өлеңдерін біршама біледі екенсің, саған мен бір тақырып берейін, абай өлеңдерінің текстологиясын осы салыстырып қарап, осыдан курс жұмысын жазасың деді. Бельгердің белгілі қаламгер Бельгердің бір мақалаларын жазды. Сонымен басталды да мен сол курс жұмысын абай өлеңдерінің текстологиясынан бірінші курста бастадық. Соны Сапархан ағайға тапқанымды апарып көрсетем. Ол кісі ары қарай тапсырма береді, осылай жалғасып жатты. Сөйтіп екінші курстың бірінші семестрінде бірінші курстағы филология факультеттерінің студенттеріне осындай абайдың өзінің болып жатқан сабағында мені шақырып, осы бойынша сен бірінші курстарға баяндап бересің, шағын баяндама жасайсың деді. Есімнен кетпейді. Мен өзі екінші курсқа жаңа көшкен студентпін. Соны бірінші курстың алдына барып баяндама жасадым. Одан кейін екінші топқа бардым. Ол жердегі балалар түрлі есімізді шығарды, білгенімізше жауап бердік деген сияқты. Сөйтіп екінші курстың екінші семестрі болғанда студенттердің ғылыми конференциясына соның негізінде баяндама дайындадық. Мен соған қатысып, содан бір диплом алдық жаңа қатысқан баяндамамызға. Ол кезде енді біз оның мәнісін анша түсінген жоқпыз, курс жұмысы деп қана білдік. Сол осы курс жұмысын жаңа берілген пәннен ағайымыздың тапсырмасын орындап жүрміз десек, ол кісі сол ақырын ғылымға бізді икемде бейімдеп жүр екен, кейін байқадық қой. Енді ең алдымен ғылымға қалай келдің дегенде мен осы Сапархан ағайымды алғаш осындай тақырып беріп, жетелеп, бағыттап, осы қалай болады екен деп көрген осы Сапархан ағайға қарыздармыз. Одан екінші курста аяғында ма, келесі курста, осы екінші курстың аяғында, келесі курс, үшінші курстың басы басталғанда, біздің кафедра меңгерушісі Мархабат Томанов деген белгілі тарихи грамматиканы жазған профессорымыз, ол кісі сол жерде кафедра басқарады. Бізге ол кісі де сол тіл тарихынан сабақ берді, тарихи грамматиканы. Оқытып, сол кісі де сабақ беріп жүрген. Мырза, менің жетекшім үшінші курстың басында маған өзім түсінбедім, жаңадан курс басталып жатқан кезде, әй сендер өздерің бастықтарды жағалайтын балалар екенсіңдер ғой деді. Мен ағай не айтып тұрғанын түсінбей, бір түрлі кішкене өкпе наз бар сияқты сөзінде. Осын түсінбей, соны сырын ұғайын деп сұрамадым, бірақ келесі сабақтарда келгенде сен тақырыбыңды кафедра меңгерушісінен алыпсың ғой деді. Оны мен ешқандай ол жайында өзім де хабарсызбын. Сөйтсем кафедра солай шешкен екен. Мархабат ағайдан тіл тарихынан тақырыпты мына бала менен алады деп өздері шешкен. Оны менен сұраған да жоқ. Кім тақырып берсе, қай жетекші берсе, содан алдық қой студенттер ағайлар, жаңа ұстаздарымыз тыңдадық. Сонымен Сапархан ағай бастап осылай келе жатқан біздің ғылымға бейімделу жолымызда ары қарай Мархабат Томанов деген профессор ағамыз екінші
3-ші курстан бастап, сол 4-ші курстыңға дейін тағы 1 жыл, 1,5 жыл бізбен жұмыс істеді. Кейін сол 89 жылы біз бітірерге 1 жыл қалғанда Мархабат ағай дүниеден озды. Кейін мен басқа лексикологиядан, жылқыға қатысты атаулардан диссертациямды қорғадым. Диплом жұмысын қорғадым. Сөйтіп, осы кезде біздің енді мына ғылымға қалай келдің дегенде, жаңа ғылыми бөлім деп айттым. Ғылыми өндіріс бөлімінің студенттерін, жаңа біздегі түскен 50 баланы, орыс бөлімінің 100 шақты бала ғой. Солардың студенттің көпшілігін мектепке практикаға алып барады, практика кезінде. Ал бізді үнемі ғылым академиясының тіл білім институтынан өтіп жүрдік, ғылыми практиканы. Сол кезде біз ғылыми институт дегеннің не екенін, ондағы бөлімдердің немен айналысатынын, ғылымға картотекалардың жиналатындығын сол жерде өз көзімізбен жылда көріп, барып жүріп, түсіне бастадық. Ғылыми институт, ғалымдар немен айналысады. Сол 4-ші, 5-ші курста жаңағы ағайларымыз кейде басқа топтарға сырттай оқитын бөлімге, кешкі бөлімге, оқитын бөлімге сабақ беруге жіберді. Көп жағдайда онда оқитын студенттердің жасы да бізден үлкендеу, ересек ол кезде әскерге барып кеп, бірнеше жыл еңбек стажын жинап кеп оқитын еді, соларға сабақ бердік. 4-ші, 5-ші курстарда сол кешкі бөліммен сырттай оқитын бөлімге. Сөйтіп, біздің ғылымға келуімізге осындай ағайларымыз себепкер болды. Ал оқу бітіре сап енді ары қарай бітіргеннен кейін бізге таңдауды өзіміз жасап, бізді мені Казгудың филология факультетіне сол жерге қалдырып еді, бірақ біз күнде өзіміз барып танысып жүрген жолдамамен бойынша сол жолдама алып, кәдімгі жас мамандарға берілетін жолдамамен ғылым академиясының тіл білімі институтына жолдама алып, еңбек жолын сол жерден бастадық. Ал еңбек ол жерге бастағанда мен терминология бөліміне түстім. Ары қарайғы менің ғылымдағы ұстазым, жетекшім, ғылыми жетекшім болған сол бөлімнің басшысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Байынқол Қалиұлы деген ағамыз сол бөлімді басқарады екен. Сол бөлімге жұмысқа тұрғаннан кейін менің енді ары қарай терминологияға, осы лексикология саласына келуіме, жалпы ғылымға шындап кірісуімізге, ғылыми мақала жазып, ғылыми еңбектер жазып, диссертация жазып, ғылым ізденістер, жалпы нағыз ғылымға кіру сол терминология бөлімінен, тіл білім институтынан басталды. Бұл жердегі сол ең әсіресе тілдік материалды қалай жинау керек, тілді қалай зерттеу керек дегеннің әдіс тәсілдерін құлағымызға құйған, сол үйреткен профессор Байынқол Қалиұлы. Ол кісі менің ғылыми жетекшім, кеңесшім. Қазірде осы ұстазымыз ретінде ерекше құрметтейміз. 80-нен асты. Қазақтың үлкен ғалымы. Ғылымға келгенде осындай жолымызды ашқан жаңа Сапархан ағайларымыз сияқты, біздің Мархабат ағамыз, Байынқол ағаларымыз сияқты ағаларымызға біз қарыздармыз. Біздің ғылымдағы ұстаздарымыз осы кісілер. Сондықтан енді келген кезде әдебиетші, ақын, жазушы боламыз деген арманмен жүрген балалардың көбі біз өзіміз ғылымға қалай бет бұрғанымызды, ғылымға осы қалай келіп қалғанымызды өзімізде байқамайда қалған сияқтымыз. Өйткені ұстаздарымыз сол жолға бізді ақырын ептеп салып жіберген екен. Кейін пайымдап қарасақ осылай ғылымға келген екенбіз. Енді әдебиетші ағаларымыз да болды, бізге академик Зейнолла Қабдолов, Тұрсынбек Кәкішев сияқты үлкен ғалымдар сабақ берді. Сол университетті бітіріп жатқан кезде мені әдебиетке де марқұм Тұрсынбек Кәкішев ағай мені әдебиет кафедрасына жұмысқа шақырды. Сен әдебиетке де былай икемің бар. Осы біздің кафедраға келіп, 91 жылы біз оқу бітіргенде осы жерге келіп, мұғалім болсаң қайтеді жоғарғы оқу орнында, осы біздің кафедраға әдебиетші болсаң дұрыс деп сол жерге шақырды. Бірақ енді біз жаңа шешіп қойғанымыздай ғылым академиясына баратын болып шешкендіктен мен ол кісілерге рахметімді айтып, сол тілді таңдадым. Ары қарайғы жолымыздың бәрі сол ғылым академиясының тіл білім институтынан басталды. Сол жерде кіші ғылыми қызметкер болып еңбек жолымызды бастап, осы күнге дейін осы тіл саласында еңбек етіп келе жатқан жағдайымыз бар. Жақсы. Әдебиетші ғалым Кенжехан Матыжанов ағамыз қосылып отыр екен. Қош келдіңіз дейміз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа жағдайда Қазақстан іс-қимыл кезеңі атты
жолдауының ұлттың жаңа болмысы деген тармағында қазақ зиялыларының жаңа кезеңдегі міндеті ұлт болмысының жаңа қағидаттарын орнықтыру, сондықтан ұлт сапасын арттыруға атсалысу, сондай ақ ұлт сапасын арттыруға атсалысу дейді. Сізіңше қазақ зиялыларының жаңа кезеңдегі міндеттері қандай болу керек? Енді президентіміздің алдыға қойып отырған, айтып отырған, жаңа өзіңіз келтіріп отырған сөзіндегі айтып отырған өте орынды. Жалпы ұлт зиялысы, зиялылар қандай болу керек? Зиялының қоғамның алдындағы, елдің алдындағы міндеті қандай деген сұрақ туындаған кезде біз ең алдымен енді арғы бергі тарихты алып қарасақ, қазаққа адал қызмет еткен, елін жаудан да қорғаған, бастаған, бүкіл елді бастаған, елдің мүддесін ойлаған батырларымыз да, хандарымыз да, билеріміз де бар ғой, Құдайға шүкір, ақын жырауларымыз да. Бірақ солардың ішінде енді өзімізге бергі тарихымызды қарасақ, ұлтқа қызмет етудің жарқын үлгісін көрсеткен бұл алаш қайраткерлері әсіресе. Жалпы біз ұлтқа қалай қызмет етудің үлгісін іздесек, осы алаш қайраткерлеріне жүгінуіміз керек сияқты. Сол 20 ғасырдың басына алып қарайтын болсақ, 20 ғасырдың басында Әлихан Бөкейхан бастаған алаш зиялылар, ақаңдар, Елдос Омарұлы мен Халел Досмұхамедұлы сияқты алаштың қайраткерлері осы ұлтқа барын беріп адал қызмет етті. Олардың ең басты қай жағынан алып қарасақ та, маман ретінде де, адам ретінде де, адал ұлт зиялысы ретінде де, біздің қазіргі зиялыларымызға да, кейінгі жас ұрпаққа да осы алаш зиялыларының жүріп өткен жолы, осылардың істеген еңбегі ұлтқа қызмет етудің жарқын үлгісі болады ғой деп мен өзім ойлаймын. Мысалы, сол ғасырдың басына алып қарайтын болсақ, ғылым, білім, қазақ мектебін ашу, қазақтың газетін ашу, қазаққа ғылыми еңбектерді, қазақ тіліндегі ғылыми еңбектерді жазу, қазақтың шекарасын белгілеу, қазақтың газетін шығару, университетін ашу, театрын ашу, толып жатқан үлкен жұмыстардың барлығы ұлтты ағарту жолындағы, қазақты өркениет елдердің қатарына қосу жолындағы міндеттің бәрін сол аз ғана алаш зиялылары мойнына алып, сол міндетті атқарды. Бір өздері мына Алашорда үкіметі құлап, олар биліктен шеттетілгеннен кейін түгел ғылым білім саласына келіп, Мәскеуде отырған Әлихан, елде жүрген ақаңдар барлығы жұмылып ұлтқа қызмет етті. Ұлтқа қызмет етудің жарқын үлгісін көрсетті. Мәселен, алғаш шыққан біздің төл оқулықтарымызды іздей бастасақ, қай жерде біздің білім жүйесі қалыптасты, ұлттық білім жүйесінің негізі қай жерде жатыр деп бүгін қарай бастасақ, тағы да 20 ғасырдың басына барып тірелеміз. Сол айтып отырған алаш қайраткерлер жазған оқулықтар әлі күнге шейін ғылыми құндылығын да мәнін де жоғалтқан жоқ. Жүсіпбектің психологиясы, Жұмахан Күдериннің өсімдік тануы, Ахаңның тіл құралы мен әліппесі, басқа да еңбектері, және сол Халелдің, азамат, осы ғалымдардың, Ермековтің, басқа да осы алаштың қайраткерлерінің, Қаныш Сәтбаевтың еңбектеріне барып жүгінеміз. Міне осы азаматтар өз уақытында қазақтың, дәл сол кездегі қазақтың экономикасы, елдің жағдайы, жай-күйі, бостандығы жолында қазаққа дәл сол кезеңде не керек, соның бәрін қолынан келгенше жасады. Ұлттың алдындағы миссиясын адал атқарып кетті. Ал енді қазір 21 ғасыр, одан бері бір ғасыр өтті. Қазір көріп отырсыздар, бізде кешегідей университет ашайық дейтіндей, университет ашып қазақтың көзі осы жоғарғы білім беруді мақсат ететін заман емес. Бізде университеттер ондап емес, жүздеп саналады. Университеттердің көптігі соншалық, олардың саны қазір қысқартылып жатыр. Ал енді ғылыми кадр, басқа мамандар жетіспейді деп тағы айта алмаймыз. Бізде Құдайға шүкір атақ дәрежесі бар, ғылымға, әртүрлі ғылым саласына маманданған, бірнеше диплом алған, бірнеше тілді білетін, жетекші университетті бітірген мамандар жеткілікті. Басқа салада да енді осындай проблемалардың бәрін бізде қазір шешілді деуге болады. Бірақ қазір қазақ мемлекетінің, қазақ ұлтының алдындағы осы уақытқа, бүгінгі бір ғасыр, одан бері өткен бір ғасырдың
да әлем қарап жатқан жоқ, дамып жатыр. Сол өзіміздің бүгінгі әлемдік өркениеттің, бүгінгі технология мен ғылымның, мемлекеттердің экономиканың даму деңгейіне сәйкес бүгінгі ұлт зиялыларына да дәл сондай міндет қойылады. Бүгін енді әрине ғылым мен технологияның заманы. Бізге осы озық ғылымды меңгермей, технологияны меңгермей, әлемнің барлық мына озық мемлекеттерінде болып жатқан жаңалықтарды осы кешіктірмей уақытылы елге жеткізіп, жастарды, жас қауымды, білім алып жатқан жастарды осы бағытта тәрбиелеу, ғылымды, білімді, басқа ұлттардан кем түспейтін, бәсекеге қабілетті ұлтты тәрбиелеу үшін соның біздің жастарымыз мектептен, балабақшадан, мектеп, одан кейін жоғарғы оқу орындарында өте білімді, айталық сол европалық стандарт, Америка, Жапония немесе шығыс батыстағы үздік білім беретін университеттер сияқты, мектептеріміз бен университеттеріміз сол деңгейге көтеру қажет. Сонда ғана біздің білім жүйесі сапалы болатын болса, мектептен бала озық білім алып шықса, одан кейін ол жоғарғы үлкен ғылым, білімнің осы сапалы білім беретін университеттерде ары қарай маманданатын болса, белгілі бір мамандыққа, одан кейін ол өз саласы бойынша барып сондай білім алып шыққан мамандардың білімі алтын кезді қап түбінде жатпайды дейді ғой. Шынымен білімді азаматтар тәрбиелеп шықсақ, олар өзі барған саласын, айтайық, әдебиеттану саласы ма, тіл білімі ма, жоғалды экономика ма, жоғалды қаржы менен математика, химия, физика ма, олар сол саланы өркендетеді. Өйткені жақсы маман, жақсы дайындалған, кәсіби дайындығы жоғары маман ғана елді өзге озық дамыған елдердің қатарына қосады, өркениет қатарына жетелейді, ғылым мен технологияны дамытады. Ғылым мен технология дамымаған жерде өндірістің, экономиканың дамуы да ол неғайбыл, онсыз мүмкін емес. Ғылым жалпы бәрінің жетекші күші. Сондықтан қазіргі ұлт зиялыларының алдында осы ұлт мүддесіне жұмылып қызмет ету, қазаққа қазір не керек, соны осы ортақ мүддеге жұмылу керек деп ойлаймыз. Әсіресе жаңа алаш зиялыларын қайта-қайта айтып отырмыз ғой. Олар бір мақсатқа, қазақтың азаттығына, қазақ жеріне ие болуға, сол жердің байлығын, қазақтың мүддесіне, қазақтың өзі игеріп, өз игілігіне жаратуға қызмет етті. Оған енді мысалдар жаңа Әлихан Бөкейханның немесе басқа да кез келген алаш зиялысының еңбегінен жүздеген мысалдар таба аламыз. Сондықтан қазіргі біздің зиялылардың негізгі міндеті сол мемлекет мүддесіне, ұлт мүддесіне жұмыла отырып, жекелеген адамдардың мүддесін, жекелеген компанияның немесе бір жекелеген лауазымды тұлғалардың ғана мүддесін қорғамай, топтаспай, ұлт мүддесіне, мемлекет мүддесі дегенде барлығы бір ауыздан және бір пікірден сол осы мемлекеттің, ұлттың туының астына жиналып, соған қызмет етсе, онда біздің ұтарымыз көп болады, онда біз бәсекеге қабілетті ұлт тәрбиелеуге, бәсекеге қабілетті жастарды қатарға қосуға, және сол қатарға қосқанда жастарымызға үлкен қамқор болу керек. Әсіресе жас буын алмасып жатқан кезде сол дайындаған жас мамандарды мемлекеттің дер кезінде, уақытысында, өзінің күш қайраты бойында тұрған кезде қызмет етуіне, өсуіне және белгілі бір салалардың тізгінін соларға сеніп тапсыруға мүмкіндік беру керек. Өйткені жас келсе іске дейді, іске жастар келсе қайратты, жігерлі, білімді, әлемдегі болып жатқан жаңалықтардан хабардар, осы заманға лайық білім алған жастар келсе, біз сонда ғана ешкімнен қалмай өркендейміз, дамимыз. Ал қазақтың қазіргі жас буынның ішінде ондай білімді, қабілетті, қарымды жастарымыз өте көп. Тек соларды осы мемлекеттің мүддесіне тартып, қазір енді жастарды осы мемлекеттік қызметке де, басқа саласында да, басқа салаларда да жастарды істің басына тарту, жас буынды қызметке, мемлекеттік қызметке де және басқа да салаларға, ғылым саласына да жастарды тарту мәселесі көтеріліп отыр. Бұл өте маңызды. Әсіресе 90-шы жылдардан кейін біздің ғылымда жүрген әріптестеріміз біледі, ғылыми зерттеу институттарынан көптеген талантты жастар, ғылымға келетін жастар басқа салаларға, коммерциялық структураларға, халықаралық ұйымдарға, компанияларға, мемлекеттік қызметке, қысқасы табысты салаларға көбірек кетіп қалды. Енді
сондай жастардың ғылымға келуін де қамтамасыз ету керек. Өйткені жаңа айтып отырмыз, барлық қоғамның жетекші күші, локомотиві, жетекшісі осы керуенді бастайтын күш, қоғамның дамуын ғылым мен технология. Біз осы саланы дамытпай алға баса алмайтынымыз анық. Содан кейін енді ұлттық мүдде, ұлттық тәрбие деген нәрсе өте маңызды. Біз енді білім берумен бірге осы елді сүйетін, осы жерін жақсы көретін, халқын жақсы көретін, халқының салтын жақсы көретін, халқының өнері менен дәстүрін жақсы бойына сіңірген, қазақтың музыкасын, күйі мен әнін жақсы көретін дәстүрлі жастарды тәрбиелейтін болсақ, біз енді патриоттық деген жалаң түрде ғана айта бермей, соны отбасына, одан кейін балабақшада, одан кейін мектепте сол жастарымыздың бойына сіңірсек, әрі білім берсек, ол елін жақсы көретін, халқын жақсы көретін, халқының тарихын білетін, өнерін бойына тартқан болса, өзі білімді адам болса, ол елге қызмет етпей тұра алмайды. Ал егер осылардың бір жағын беріп, екінші жағын бермесек, жаңа тәрбиесіз берген білім туралы Әл-Фарабидің айтқан, ұлы ұстаз Әл-Фарабидің айтқаны бар ғой, тәрбиесіз білім ғана беріп қойсақ, әсіресе ұлттық мүддеге, ұлттық қызмет ететін тәрбиесіз берілген білімде бір жақты болады. Сондықтан біз білім берумен бірге, осы біздің білім беру жүйесінде елдің тарихын, әдебиетін, мәдениетін, салт дәстүрінде қазақ баласының, қазақтың ұл қызының бойына қатар сіңіретін болсақ, онда елді сондай рухта тәрбиеленген, ұлттық рух бойына сіңген жас білімді ұрпаққа алға алып шығады деп ойлаймыз. Ұлт зиялыларының қазіргі кезеңдегі аға буынның білім беріп жатқан, білім ошақтарын басқарып отырған, ғылыми зерттеу институтын басқарып отырған, немесе қаламгерлердің, өнер иелерінің басты мақсаты мен міндеті осы бағытта болу керек қой деп өзіміз пайымдаймыз. Түсінікті. Шерубай аға, 2019 жылы мәжілісте өткен ғылыми практикалық конференцияда мамандардың бәрін бір орталыққа шоғырландырып, күшімізді біріктіре алмай жатырмыз. Біріктіре алмай отырмыз. Терминология жұмыстары республикалық деңгейде жүйелі түрде үйлестіріліп, жоғары кәсіби деңгейде жүргізілмей жатыр. Осы салада жасалып жатқан жұмыстар бар. Оны жоққа шығармаймыз, алайда толықтай жүйелі түрде үйлестіру жұмысы әлі жолға қойылды деп айта алмаймыз. Ең үлкен мәселе осы деген едіңіз. Ресей, Германия, Дания, Жапония, Түркия тағы басқа мемлекеттерде терминология жұмыстары мемлекеттік деңгейде жүзеге асырылатынын білеміз, иә. Мемтерминкомның шешімдері міндетті сипатқа ие болған жағдайда ғана терминологиямыз тұрақталып, қазақ тілі ғылым тілі ретінде қалыптасатыны анық. Ал бізде Қазақстан Республикасы үкіметінің жанындағы терминология комиссиясы мемлекеттік орган емес, консультациялық кеңесші орган болып тұр. Терминология жұмыстарын республикалық деңгейде жүйелі түрде үйлестіру үшін нақты қандай қадамдар жасау керекпіз деп ойлайсыз? Бұл терминологияның жаңа сіз айтып отырғандай шешімін таппаған бірқатар мәселелері бар. Енді бірінші осы терминологиялық жұмысты ұйымдастыру туралы айтар болсақ, ең алдымен енді жалпы терминологиялық комиссия дегеннің өзі, бұл бір ғасырдан астам уақыт бойы осы жұмысты жүргізудің бір тәсілі әдіс ретінде осы комиссия арқылы шешіліп келеді терминологияның мәселесі. Бірақ енді бергі кезеңде, кеңестік кезеңде бұл терминологиялық комиссияның әсіресе оны басқаруға, бұл қызмет бабына сәйкес, әсіресе тіл, әдебиет, тіл саясатын жүргізуге құзыретті мемлекеттік органның басшылары тағайындалып келді. Кей жылдары осы Мемтерминкомның басына терминологияны былай қойғанда қазақтың тілін шала білетін. Сол термин туралы айтпас бұрын алдымен қазақша дұрыс сөйлей алмай тұрған адамдар басқарған кездерде болды. Ал енді бұлай тарихына қарайтын болсақ, ең алғашқы терминкомның төрағасы Ахмет Байтұрсынұлы. Терминология комиссиясы деп аталды, сол комиссияны Ахаң басқарды. Сол Ахмет Байтұрсынұлы басқарған кезеңде
көрдіңіз бе терминкомның басына кім келіп отырғанын? Қазақтың үлкен қайраткері, ғасыр басындағы, және сол рухани көсемі атанған, ұлттың ұлы ұстазы атанған, қазақ ғылымының атасы атанған Ахаңның өзі терминкомның төрағасы болып отыр. Және соның біз енді қазір көріп отырсақ нәтижесінде осы кім басқарған жұмысты, кімдер ұйымдастырғанынан көруге болады. Сол терминкомның Ахаң басқарып тұрған кезде, Ахаң ең алғашқы жылдары 26 жылы қазақтың әскерлік атаулары деген терминологиялық сөздікті Ахаң өзі басқарып, өзінің қолы қойылған, Ғаббасұлы екеуінің қолы қойылған алғашқы терминологиялық сөздіктегі бұл 26 жылы шықты. Одан кейін пән сөздері деген, оны құрастырған Қарашұқанұлы деген Ахаңның маңайындағы ұлт азаматтар құрастырып, пән сөздері деген атпен сол терминдерді бекітіп, алғашқы өздері жасаған, ұлт тілінің негізгі ала отырып жасаған терминдерін бекітті. Сол сияқты 31 жылы атаулар сөздігі дегенде жарық көрді. Осы кезеңге дейін Ахмет Байтұрсынұлы бастаған ұлт зиялылары осы терминком жай ғана комиссия болған жоқ, бір үлкен ғылыми мекеме болды деуге болады. Өйткені Ахаңның төңірегіне Елдес Омарұлы сияқты және қазақтың сол аз ғана оқыған Жүсіпбек Аймауытовтарда, Жүсіпбек Аймауытовтың да Ахаң терминология туралы өте көлемді принципті мақалалары бар, принциптерін белгілеген. Сол өткізген съездерде, жиындарда осы терминология мәселелерін Ахмет Байтұрсынның өзі Қазақстанда өткен түрлі конференция, 24 жылы Орынборда өткен съезде, 26 жылғы Бакуде өткен халықаралық бірінші бүкілодақтық түркологтардың съезінде Ахаң терминология мәселесі бойынша баяндама жасады. Ол түрік тілдеріне терминологияны қалай дамытудың бағыт-бағдарын ұсынды. Онда да Қазақстандағы қазақстандық ғалымдардың тәжірибесін үлгі етті Ахаң. Оны бір ауыздан алаш осы түркі зиялылары мақұлдады Бакуде өткен конференцияда. Сонда ойлап қарасаңыз, 20 ғасырдың басында Ахаң бастаған алаш зиялылары терминологияны айрықша мән беріп, және оны дамытып, оны түркі елдеріне үлгі ете білді. Міне қандай үлкен жұмыс атқарылған. Жаңағы айтып отырған аз ғана жылдың ішінде қаншама терминологиялық сөздіктер шығарды. Осылай үйлестірді. Ахаңның мен тағы бір деректерден оқығанымыз, сол кездегі мәселен Мәскеуде отырған өсімдік тану деген оқулықты жазған Жұмахан Күдерин, қазақтан шыққан алғаш осы қазақтан шыққан ірі биолог ғалымдардың бірі, Мәскеуде отырып өсімдік тану деп, ботаника ғой, өсімдік тану оқулығын жазды. Сонда бүгінгі біз қолданып жүрген, бүгінгі осы ботаника атанып кеткен оқулықпен білім алған кейінгі буынның қолданып жүрген терминдерінің, негізгі тірек терминдерінің, негізгі басты терминдерінің көпшілігін осы Жұмахан Күдерин жасап, сол оқулығында алғаш қолданды. 300-ден астам терминнің сөздігін береді кітаптың соңында. Тура сондай сөздікті 22-23 жылдары Ташкентке Ахмет Байтұрсынұлына алгебра терминдерін алып барып, осыны қарау жөнінде Қаныш Сәтбаев ұсыныс жасаған. Елдес, әсіресе Елдес Омарұлы осы терминология мәселесін Ахаңның хатшысы болып үлкен қызмет атқарған. Енді соның нәтижесінде біздің аз ғана уақытта алаш зиялылары ұлттық терминологияның ұлттық негізін, бағыт-бағдарын белгілеп, ғылыми тұрғыдан қалай даму керек екендігін, және өздері термин жасаудың үлгісін көрсетті. Енді біздің бастауыш, баяндауыш, анықтауыш, толықтауыштан бастап тіл білім десек, немесе буын, шумақ, тармақ деп жүрген әдебиет танудың терминдерінің бәрі Ахаңның авторлығымен жарық көрген қолданысқа енген, өздері жасаған терминдер екендігін біздің тілдік лексикалық қорымыздан алған терминдер жақсы біледі. Осыншама жұмысты былайша айтқанда терминология деген бұл жерде ғылым тілінің өзегі екен. Терминологияны дамытпай тұрып ғылым дамымайтын, оқулық жазу мүмкін емес екен ұлт тілінде. Немесе білімді, ғылымды жас ұрпаққа жеткізу мүмкін емес екен. Болмаса сол ғылым мен білімнің саласын ұлттық тілінде жасалған терминдеріміз жоқ болатын болса, ол жүйелі болмайтын болса, онда ондай арнаулы білімді алу да қиын болып кеткен болар еді. Ол мүмкін болмас еді. Өйткені кез келген ғылыми ұғымды мәнін ұғу үшін оның атауы дұрыс болу керек, атына сай болу керек. Міне алаш қайраткерлері осыны қамтамасыз етті. Осыны терең түсінді және осылай шоғырлана білді. Ал енді қазір сол терминкомның басына, қасына, сол жасалып жатқан терминдердің төңірегіне біз Ахаң сияқты, Елдес Омарұлы сияқты, немесе Халел Досмұхамедұлы, Жүсіпбек Аймауытұлы сияқты ең озық тіл, әдебиет немесе басқа да ғылым салаларының мамандары шоғырланып осыған атсалысып жүрміз бе?
Осыны біз көріп отырмыз ба осындай? Жаңа немесе ол термикомның төңірегіне, немесе терминологияның төңірегіне, терминология соншалық мән беріп отырмыз ба деген сұрақ туындайды. Олай қарайтын болсақ, енді қазір Құдайға шүкір, ғылым мен білімнің әртүрлі саласында үлкен ғалымдар да бар, атақ дәрежесі бар, ірі мамандар да бар. Бірақ біздің терминологиямызда біздің білуімізше сол 90-шы жылдарға шейінгі, енді жаңа Ахаңнан кейінгі кезеңде 30-шы жылдардан бастап терминологияның бағыты өзгертілді, дамытудың. Өйткені Ахмет Байтұрсынұлы бастаған Алаш зиялылары, Әлихандар қуғын-сүргін құрбаны болып, олар түрмеге қамалғаннан кейін терминологияны дамытудың бағыт-бағдары өзгертілді. Олар пантүркистік және ұлтшыл бағыт ұстанды, терминологияда пуризм етек алды. Бұлар ұлт тіліндегі өздерінің терминдерін енгізіп жатыр деп, бұл бағытты терістеп, қазақтың түптеп келгенде бұның ар жағында саясат жатты. Қысқасы, қазақтың ғылым тілі ретінде қалыптастыру, оның ғылыми терминологиясын дамытуды біздің Кеңес одағының тіл саясат қолдаған жоқ. Өйткені ғылым тілі болмай тұрып, ол тіл мемлекеттік тіл, ол тіл жастардың немесе қоғамның жаппай үйренетін, ғылыми ақпаратты үйренетін тілі болмаса, ол тілге қызығушылық болмайды. Ол шын мәнінде мемлекеттік тіл боламайды. Өйткені ғылым тілі деген ол мына біздің функционалдық стильдердің ішінде ғылыми стиль, ғылым тілі, ол мемлекеттік тілдің, әдеби тілдің нағыз өзегі, жонарқасы деуімізге болады. Көркем әдебиет тілі екеуі ең көркем әдебиет тілі, көркемдік танымды қалыптастыратын болса, мысалы біздің ғылым тілі ол білім беретін, ол ғылымды игеретін, технологияны игерудің кілті. Ол тілді меңгермей тұрып, біз жаңағындай бәсекеге қабілетті, ол қазақтың ғылым тілін қалыптастырамыз, қазақ ғалымын қалыптастырамыз, қазақ тіліндегі ғылыми еңбектердің базасын, немесе мына қазіргі әлеуметтік желідегі контентті қалыптастырамыз деп айту қиын болады. Сондықтан бұл жердегі біздің айтарымыз сол 30-шы жылдардан бастап бұны Мәскеу қолға алып, бағыт-бағдарын 180 градусқа өзгертіп, Ахаңдар ұлт тілінде термин жасауға, қазақтың тілін барынша сөз жасаудың тәсілдерін пайдалануға басым бағыт берсе, 30-шы жылдардан бастап енді Мәскеу ұлт тілдерінде термин жасауды барынша шектеп, негізінен орыс тілін үлгі ете отырып, орыс тілінде жасалған, бұл дамыған тіл, жазба тілі дамыған, ғылым тілі дамыған тілді үлгі ету керек, осы тілден алу керек, басқа тілдер қырғыз да, өзбек те, қазақ та деп, осындай ғылыми принциптер белгілеп, Ахаңдар бастаған Әлихан Бөкейхан қатысып отырып, Мәскеу Орынборда бекіткен ғылыми терминологияның дамудың бағдарын белгілейтін ғылыми принциптерді теріске шығарып, жаңа принциптер белгіледі. Советтік принциптерін. Ол мақсат, онда қойылған мақсат айқын болды. Ендігі жерде совет халқына ортақ жалпы советтік термин қор деді. Жалпы советтік термин қор. Ал Ахаңдардың көздеген мақсат ұлттық термин қор еді. Қазақтың өз тілінен туындаған, қазақтың өз тілінің негізінде жасалған. Ендігі мақсат орыс тіліне негізделген, орыс тілін үлгі етіп отырған, орыс тілінде жасалған термин атауларды көп өзгертпей қабылдайтын, совет халқына ортақ жалпы советтік термин қор қалыптастыру деген мақсат қойылды. Принцип солай белгіленді. Содан бастап біз 30-шы жылдардан жаңа бағытқа сол принциптерді басшылыққа алып, 90-шы жылдарға шейін осы бағытпен жүрдік. Тек қана осы принциптің дұрыс екендігі мақұлданып отырды. Осы жерде бір мәселені айта кетуіміз керек. Әрине, алғашқы кезеңде бұның дұрыс емес екендігін, бұл ұлт тілдерінің ғылым саласындағы қолданысын шектеу екендігін айтқан әртүрлі ғалымдар болды. Ол енді Ахаңның ізбасарлары Қазақстанда. Ал енді басқа шетелдік ғалымдар да болды. Сол әсіресе Латвия, Эстонияның бірдік жекелеген ғалымдары болды. Бірақ олардың айтқандары жекелеген мақалалар болғанмен, ол мемлекеттік жүргізіп отырған тіл саясатына сәйкес келмегендіктен оған мүмкіндік берілмеді. Сөйтіп біздің бағытымыз терминологияның алдыңғы кезеңдегі ұлт зиялылары ұлттық сипатын арттыратын, ұлттық атаулары көп, өз тілінің негізінде жасалған терминдерді қалыптастыру бағытын ұстанса, 30-шы жылдардан бастап советтік термин қорды, совет халқына ортақ, орыс тілінің негізінде жасалған терминдерді алу бағытын бұрдық. Көштік та сол бағытты 60-70 жыл ұстанғандықтан біздің терминологиялық қорымыздың негізін шет тілінен кірген. Орыс тілімен жазылуы да, айтылуы да бірдей. Еш айырмашылығы жоқ. Атаулар қоры құрайтын болды. Бұлар мыңдап саналады. Мысалы үшін Ахмет Байтұрсынұлы кезінде қалыптасқан
жаңа сөздіктерді алып айтырсақ, мен жаңа сіздерге айтып өткен атаулар сөздігіне әскерлік атаулар немесе сол алаш зиялылары жазған еңбектерді алып қарайтын болсақ, олардағы ұлттық терминдердің үлес салмағы, мәселен, ұлт тілінде жасалған. Жаңа сана, ес дейтін болсақ, психология терминдері Жүсіпбектегі, Байтұрсыновтағы жаңа айтып отырған бастауыш, баяндауыш сөйлем, жай сөйлем, құрмалас сөйлем, шылау дейтін терминдерді басқа салалардағы осылай алып қарайтын болсақ, сондай ұлт тілінде жасалған қазақтың байырғы сөздерінің негізінде жасалған терминдердің салмағы 90-95%-ға шейін көбінде барады. Ең аз дегеннен 80%-дан төмен жоқ, кірме сөздер. Онда да араб, Европа сөздері бар, кейбір кең тараған сөздер. Олардың өзі тілдің табиғатына жаңа самаурын мен Бөкебай сияқты өзгеріп кірген. Тіпті микроскоптың өзін Әлихан Бөкейхандар асыл шыны деп аударады. Аударады және сол ұлт тілінде жасайды, жалғау, жұрнақ жалғау арқылы, сөздерді біріктіру арқылы, кіріктіру арқылы, немесе тіркестіру арқылы түрлі сөз жасам тәсілдері пайдаланып жасайды. Сонда, ал енді кейінгі кезеңді алып қарасақ, бәрі керісінше. 80-де 20 деуге болады. Ұлттық термин. Әсіресе гуманитарлық қазақ, тіл, әдебиет, тарих, кейбір география сияқты қазақтың өзінің бұрынғы салт дәстүрімен байланысты салаларда ғана ұлттық термин қорымыздың, терминдеріміздің саны басымдау көбірек болды да, қалған салаларда негізінен орыс тілінен еш өзгеріссіз қабылданған кірме терминдер қабылдайтын болды. Осы қалыптастырды. Енді біз оны кім жүзеге асырды дейсек, оны тікелей осымен айналысып отырған стандарттайтын мына Москвада ғылыми техникалық комитет болды. Осы комитетте үлкен ғалымдар шоғырланып, осы Совет одағының, Кеңес одағының құрамына кіретін республикалардағы терминологияның саясатты, терминология саласын қалыптастырумен солар айналысты, жаңа принциптерін белгіледі, бағыт-бағдарын көрсетіп отырды, ғылыми конференциялар өткізді, түрлі әдістемелік құралдарды ұсынды. Біз соның негізінде терминологиямызды жасадық. Енді 90-шы жылдар келіп қарасақ, біздің терминологиямыздың басым бөлігі орыс тілінің негізінде қалыптасқан термин қоры. Біз көрші отырған туыс халық, түрік халқынан, немесе өзбек халқынан, мына Бакуде отырған Азербайжандардан, ағайындардан, көрші қырғыздан сөз еш алмадық, көрші тұрып, іргемізде тұрған елден. Және түбі бір туысқан тіл, ұғымдары бірдей, атаулары бір-бірімізде бар атауларды алу, сол дәстүр қалыптаспады. Бізде тек қана жоғарыдан бір ғана терминологияны ішкі көз, сыртқы көз деген болады. Сыртқы көз деген ол шет тілдері, кез келген тіл үшін. Біз үшін жалғыз ғана сыртқы көз ол орыс тілі болды. Мысалы үшін көрші отырған жаңа өзіміздің туыстас тілдерден сөз алмасу, термин алмасу процесі мүлдем жабылып қалды десек болады. Сондықтан осы 90-шы жылдардан бастап терминологияны қолға ала бастағанда бұл мәселелер көтерілді. Ұлттық терминологияға жаңаша көзқарас деген 90-шы жылдар академик Әбдуәли Қайдар еңбек жазды, шағын еңбек. Сол еңбекте осы принциптерін терминологияға көзқарас жаңаша қалыптастыру керек екендігі айтылды. Бұл бағытты сол кезде жүрген біздің тілші, әдебиет филолог ғалымдардың көбі қолдады, негіздеді ғылыми тұрғыдан. Біз сол кезде ғылымға жаңадан келіп жатқан жас буын едік, университетті бітіріп сол 90. Біз осы бағытта, осы ұстаздарымыздың, ақандардың еңбектерімен, Ахмет Байтұрсынның еңбектерімен танысқаннан кейін, және ұстазымыз Әбдуәли Қайдар, Байынқол Қалиұлы, Әлімхан Жүнісбек деген сияқты біздің белгілі ғалымдарымыздың көпшілігі осы бағытты ұстанды. Сондықтан біз осы ғалымдардың негіздерін, дәлелдері мен дәйектерін жолға ала отырып, терминологияның осы бағытта дамуын, осы бағытын ұстандық. Енді бірақ терминологиялық жұмыстарды ұйымдастыратын бізде көріп отырсыз ғой, Мәскеуде тұтастай комитет, ғылыми техникалық комитет бар, үлкен ғалымдар бар. Олар тіпті Басқаковтардың өзі терминологияны бағытудың үлкен академиктер баяндама жасап, Мәскеуге, Совет одағына белгілі, осы бағыт-бағдарын белгілі үнемі есімізге салып отырды. Бірақ енді жаңа айттық қой, кейде біздің ішімізде осыған қарсылық білдірген, осыны әдемелеп айтқан да ғалымдар бар. Мысалы, соның бірі академик Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезовтың 53-ші жылы жазылған мақаласы бар. Сонда ұлы жазушы, үлкен ғалым Әуезов былай деп жазады. Бізде мына көрші Балтық жағалауындағы елдер Прибалтиканы айтып отыр ғой. Эстония, Латвия. Соларда осы терминдерді ұлт тілінде жасау, ғылыми кадрларды өздерінің тілінде даярлау, диссертациялар жазу,
ғылыми еңбектер жазу дәстүрі жақсы қалыптасқан. Біз неге солардан үлгі алмаймыз? Олар осыншама сөздік шығарыпты. Біз ұлттық кадрларды жаңағы жаратылыстану ғылымы саласындағы нақты ғылымдар, математика, физика, биология сияқты ғылымдар саласында ғылымды қазақша сөйлететін, қазақша ғылыми еңбектер жазатын, қазақша термин жасатын, қазақта терминологиялық сөздіктер шығаратын маманды біз сырттан бір жақтан қарызға сұрап аламыз ба дейді мәселе ғой. Көрдіңіз бе? Совет одағының қылышынан қан тамып тұрған идеология, тіл саясатының қазіргі идеологияның бағыт бағдарын Мұхтар Әуезов білмеді емес қой, өте жақсы білді. Сұңғыла ғалым осы мәселені көрсетіп, оны бізге қаратып айтып отыр. Өзіміздің ғалымдарға, сол кездегі ғылыми қауымға қаратып айтып отыр. Бізде терминологияда осындай жұтаңдық бар, көбіне сырттан аламыз. Терминологиялық қорымыз жұтаңданып бара жатыр. Біз өзіміз осы термин жасамаймыз дегенді, эстондықтарды, совет халықтарының басқаларында жасалып жатқан үлгісін алдыға тартады. Бірақ өкінішке қарай бұл бағыт 50-ші жылдарда айтылғанмен, ол бағыт жаңағы негізгі ұстанып отырған принциптерді өзгертіп, бет бұрыс жасап, терминологияның ұлттық сипатын artıруға ондай бір батыл қадам немесе бір ғылыми негізделген еңбек жазылды деп айта алмаймыз. Тек 90-шы жылдар болғаннан кейін ғана бұл мәселе қайта көтерілді. Жаңа айттық, оның басында жаңа академик Қайдар сияқты үлкен ғалымдар тұр. Енді осы жерде ұйымдастыру, ол ғылыми еңбектер жазылып жатыр, мамандар дайындалды терминология саласы бойынша. Бірақ бір жетіспей тұрған нәрсе, бізде терминологияны республикалық деңгейде ұйымдастырып, сол терминологиялық қорды біріздендіріп, стандарттап, жүйелеп терминдерге осындай сипаттар тән. Ол жүйелі болу керек, ол нақты болу керек, ол ұғымды дәл беру керек термин деген. Сонда біздің ғылым тілі қолдануға қолайлы, ғылыми еңбек жазуға, немесе ғылыми ойды жеткізуге, ғылыми ақпаратты алуға икемді тіл қалыптасады. Оны жасау ұлт зиялыларының, оның ішінде түрлі салада еңбек етіп жүрген ұлттың зиялыларының, ғалымдардың, нақты ғылым саласындағы, жаратылыстану ғылым салаларындағы ғалымдардың әсіресе көбірек еңбек етуін талап етеді. Бізде жаңа айтып отырған қазіргі жаңа ғылымның салаларын неге ұлт тілінде меңгермеске? Мысалы үшін сіздер жақсы білесіздер, мысалы көрші біздің туысқан халқымыз Түркия халқында IT технологияның терминологиясының басым көпшілігі ұлт тілінде, түрік тілінде жасалған. Ал бізде де құдайға шүкір айтишник дейміз ғой, IT саласының мамандары қазір жеткілікті. Бұл салаға қазір жастар көбірек барып жатыр. Тілді білетін, 2-3 тілді білетін, көп тілді білетін біздің жастарымыз осы IT саласының немесе нанотехнологияның, биотехнологияның терминдерін анау ғасыр басында астрономия терминін жасаған Әлихан Бөкейхан сияқты, жаңағы біз айтып отырған Айдын Көксал сияқты, Ахаңдар сияқты, Халил Досмұхамедұлы сияқты медицина, биология терминдерін ұлт тілінде жасаған. Немесе Мәскеуде отырып биологияның терминдерін жасаған, Мәскеуде отырып қазақша өсімдік тану деген оқулық жазып, өсімдіктің биология пәнін қазақша сөйлеткен әйгілі ғалым, үлкен ғалым. Бұл еңбегін қазіргі күнге шейін құн жойған жоқ. Жұмахан Күдерин сияқты, Телжан Шонанұлы сияқты, Алаш зиялылар сияқты өсіп жасайтын болса, біздің ғылым тілінің ұлттық сипаты артады. Және бұл жерде үйлестіру мәселесін айттық қой, жаңа үйлестірудің басында сол кездегі білім комиссарының басында тұрған Ахаң, сол кездегі білім министрі өзі басқарып отыр. Ал енді қазіргі терминологияда ғылым тіліне осындай қамқорлық жасап, ұлттың ең ірі тұлғалары, жаңағы айтып отырған білім ғылымның басында жүрген тұлғалар осыған жанашырлық танытып, ғылыми терминологияның қазақ тіліне қалыптасуына қайсысы осы мұрындық болып жан ашып, үлгі көрсетіп жатыр деп айта аламыз. Бұл да қиын сұрақ. Ал екінші ұйымдық тұрғыдан келген кезде, енді ол мамандардың ісі деп мамандарға сілтей бергенмен, біз талай осы мәселенің ұйымдастыруға қатысты ойларымызды ең жоғарғы деңгейде көтеріп, түрлі халықаралық жиындарда ғылымдарға айтып қоймай, лауазымды осыған жауап тұлғалардың алдына да қойып келе жатырмыз. Ол қалай? Ол қазір енді комиссия деген дұрыс, ол комиссияның құрамында өте білікті, елімізге қадірлі, тілдің, сөздің қадірін білетін азаматтар бар. Бірақ ол азаматтардың көбінің өзінің тұрақты жұмысы бар. Бірі депутат, бірі вице-министр, бірі департамент директоры, тағы біреусі бас редактор деген сияқты газеттердің. Енді олардың негізгі жұмысы жаңағы өзінің күнделікті атқаратын қызметтік міндеті басынан асып жатқанын жұрт жақсы біледі. Қазіргі кезде бір қызметті атқару, өз деңгейінде атқару үшін адамның көп уақыт кететінін әркім біледі.
Сондай жұмыстармен қатар жүріп, оны жапсарласа, қатарластырып қосам жарласа, терминологияның мәселесін, ол бір өзінше жатқан өзінше ғылым, сала, оны қатар алып, соған атсалысу өте қиын. Оған жаңағы ақаңдар сияқты, немесе оқулық жазған азаматтар сияқты басы бүтін беріліп, сол іспен тікелей айланысқан адамдар шоғырланған кезде ғана біздің ғылымның тілі, ұлт тілінде сөйлейді, ұлттық термин қорымыз қалыптасады, соны жасайтын, соның кілтін табатын, соны өз саласында оқулықтарына енгізіп, сөздіктеріне енгізіп, ғылыми монографияларына, ғылыми мақалаларына енгізіп, қазақтың әсіресе мына нақты ғылымдар саласындағы еңбектердің көбеюіне мүмкіндік береді. Енді ондай ғалымдар мүлдем жоқ деп айта алмаймыз, сала мамандар. Осыған жаны ашып шырылдап жүрген әр салада мамандар бар, бірақ олар өте аз. Керісінше қазақ бөліміне барып дәріс оқи алмайтын, қазақша. Қазақ бөліміне арналған оқу құралын, оқулық, әдістемелік монография жаза алмайтын. Немесе қазақ сол бөліміне қазақша білім алып жатқан техникалық, нақты ғылым салалары саласындағы мамандарды тәрбиелеуге, оның кәсіби тілін терең меңгермеген ғалымдарымыз әзірде көп, жетіп артылады. Біз сол дәстүрді, кеңестік кездегі орыс тіліне негізделген дәстүрді диссертациялардың санын есептейтін болсақ қорғалған. Қазақшадан, мәселен, нақты ғылымдар саласында онымыз бірнеше мақалалар жарияладық осыған байланысты. Нақты мәліметтерді алып отырып. Біздің жоғарғы ғылыми кадрларды дайындайтын базада мәліметтерді дайындағанда кей салада 1% қазақ тілінде ғылыми еңбектерде жазылмайды. Бұл қалай? Бұл енді осындай бағыт ұстансақ, біз қазақтың тілін ғылым деңгейіне көтере аламыз ба? Оның сыртында кеше өздеріңіз жақсы білесіздер, информатика, биология, химия сияқты, математика, информатика сияқты пәндерді ағылшынша оқытайық деп шықты. Осыны басқа емес, осы ғылым білімге тікелей жауапты, білім саясатын, ғылым саясатын жүргізіп отырған министрліктің басшысы көтерді. Ол кезде сол кездегі басшылармен біз тікелей сөйлесіп, кабинетінде отырып дәлелдегеніміз де бар. Енді бұл өте дұрыс емес жол. Өйтетін болсақ, біз ғылым тілінің дамуына тікелей тосқауыл қойған болып шығамыз. Мысалы, сол айтайық 7-8 класстан бастап терминологиясын, биологияның жаңа пән атауларын, немесе химияның пән атауларын, пән атаулары деп отырған жаңа терминдерін ағылшынша оқып, біліп, санасына сіңіріп, сол терминдерді қолданып өскен жас буын ертең университетке түскенде, айтайық жаңа ағылшын тілді бөлімге түскен кезде, ол қазақтың жаңа біз қазақ тілінде қолданып жүрген географияның немесе биологияның терминдерін, сол Жұмахан Күдериннің заманынан келе жатқан терминдерді ол балаларды көп білмейді. Оны мен өзімнің іс жүзінде көріп жүрмін. Ол терминдерді қолданып, баяндама жасап, мақала жазып, немесе кітап жазып, оқулық жазып, қазақ тіліне қызмет етуге олардың білімі жеткенмен тіл жетпейді. Сондықтан бұндай бағытты ұстану біздің жастарымыз 5 тіл, 10 тіл білсе де, ең алдымен ғылым тілін дамытамыз десек, олардың ғылыми еңбектерін, баяндамаларын, курс жұмыстарын, диплом жұмыстарын, диссертацияларын қазақ тілінде жазуды қамтамасыз ету, осы ғылым саласындағы кадрларды дайындау, ғылымды ұлт тілінде сөйлетуге негіз болады. Жаңа сіз айтып отырған ұйымдастыруға келетін болсақ, бұны біздің осы салаға, енді осы саланың маман ретінде көріп білгеніміз, қазір осы терминология саласын, бұл өте ауқымды жұмыстар, бүкіл елдің аумағында жүргізілетіндіктен терминологиялық жұмыстардың көптеген түрлері бар. Жаңа біріздендіру, реттеу, стандарттау, нормалау, немесе деген сияқты көптеген бірінен кейін сатылап атқарылатын жұмыстар бар. Сол жұмыстарды өз деңгейінде атқаратын кәсіби маманданған сала мамандарын, оның ішіне жаңа тіл, термин танушы мамандар, терминологтарды, нақты ғылымдардың өкілдерін, физика, математика саласының мамандарын, соның терминологиясын жасап жүрген, сөздігін жасап жүрген, оқулығын жасап жүрген, осының қыр-сырын жақсы білетін мамандарды, немесе жаратылыстану, медицина, биология саласының өкілдерін шоғырландыра отырып, кәсіби осы іспен айналысады. Терминологияның электрондық базасын жасайтын, терминді жасайтын, термин шығармашылық тұтастай процесс, өндіріс, сөз өндіріс, термин өндірісімен тікелей айналысып отыратын осындай бір кәсіби маманданған орталық болған жағдайда ғана біз бұл істі ғылыми, практикалық, әдістемелік жолдан қамтамасыз ете алатын және терминологиядағы жаңа стихиялық сипат алмай, бетімен кетпей,
терминологиядағы жарыспалылық орын алмай, жақсы сәтті жасалған терминдерді сәтсіз жасалған немесе жаңа тілдік нормаға сәйкес келмейтін, ұғымды дәл бейнелемейтін атаулардан уақытысында аршып алып тазалап, ішіндегі асылын жасығынан ажыратып, жақсы терминдердің қорын қалыптастырып, одан кейін термин жүйені қалыптастырып, оны біріздендіріп, оны бекітіп, оны стандарттап, ғылым тілін қазақша, қазақ тіліндегі ғылым тілінің дамуына оның өзегі терминология деп айттық қой. Соны жасауға толық жағдайды осындай ғана жолмен қалыптастыра аламыз. Ал енді комиссия сияқты жолмен, терминкомға біз енді құқық бергенмен, оның мәртебесін арттырғанмен, тікелей соның басқасында жүрген адамдар бұл іспен айналысуға енді тікелей келемде осы іспен айналысамын деген адам болса ешкім қолын қақпайды ғой. Мүмкіндігін, уақытын сол іске арнаса, мынау Мәскеуде отырып премьер-министр елдес оңдасыновтың, Нұртас оңдасыновтың қаншама ғұмыры мен уақытын қазақ тіліне, араб парсы тілінен кірген сөздерді жылдар бойы зерттеп, сол еңбекпен айналысқанын білеміз ғой. Әрине, мемлекеттік қызметте, басқа да салаларда, бизнесте, басқа құрылымдарда жүрген адамдардың арасында да ұлттың тіліне жаны ашитын, өзі еңбек етіп жүрген саланың терминдерін қазақша сөйлетем. Соны жаңа оңдасынов сияқты немесе басқа да жаңа біз айтқан алаштың қайраткерлері, кейінгі буын осы үлкен азаматтар сияқты жасайым деген адамдарға тек қана енді ешкім риза болмаса, қолдау көрсетпесе, мына заманда қазақтың тіліндегі терминді реттеуге деген сұраныс, қажеттілік өте зор, ешкім қолынан қақпайды. Сондықтан бұл жұмысты дұрыс жолға қою үшін жаңа сіз айтқандай осындай мамандар шоғырлану керек, және жасалған терминдердің, заңға келіп жатқан терминологияда қайшылықтардың, кемшіліктердің бәрін дер кезінде анықтап, оны түзетіп отыратын, және сол терминологиялық жұмыстарға жауап беретін, тұрақты жұмыс істейтін кәсіби мамандардан тұратын орталық болғанда ғана шешіледі. Ал енді біздегі терминкомның менен сонда көп жыл мүшесі болдым, ішінде жұмыс істедім, жақсылы жаманды. Сол жұмысқа менің де қатысым болды. Сол жұмыстың жүйелеуге жүргізілуіне қал-қадеріміз атсалыстық дегендей. Бірақ бір нәрсені айту керек. Тұрақты болмағандықтан біз ол жұмысқа сол үлкен беделді, өте білімді адамдардың өзін тікелей осымен айналдыруға жұмылдыра алмадық. Баяғы өзіңіз білесіз, бүгінгі таңда қазақ терминологиясының тарихы шартты түрде төртке бөлінеді, 19 ғасырдың екінші жартысынан 1910 жылға дейінгі кезең, 1910-1930 жылдар аралығын қамтитын кезең, 1930 жылдан 1990 жылға дейінгі кезең, 1990 жылдан бергі кезең деп бірнеше кезеңдерге бөлінеді. Қазақ терминологиясының тарихы бойынша 19 ғасырдың екінші жартысына дейінгі кезеңдерге тоқтала кетсеңіз. Жақсы. Мына телефонымыздың қуаты азайып жатыр екен. Жалпы терминологияның, ұлт тіліндегі терминологияның дамуы сол халықтың тұрмыс салтымен, мына өмір тіршілігімен тікелей байланысты. Халық қандай кәсіппен айналысса, оның негізгі тірлігі не болса, оның сол саладағы атаулар қоры, сол саладағы терминдері оның көп болады, сондай атауларға тіл бай болады. Бұл тұрғыдан алып қарасаңыз, кез келген мына халықтың тарихы мен мәдениетімен танысып, одан кейін оның терминологиясын салыстырсаңыз, бірі-бірінен туындап жатады, бір-бірімен тығыз байланысты болады. Мәселен, Жапон сияқты, немесе Балтық жағалауындағы теңіз, мұхиттың төңірегінде мекен еткен халықтарда балық, сол су, теңізге қатысты, немесе ау, кеме, жаңа балық ұстайтын құралға байланысты атаулар өте көп болады. Ал керісінше, мына құрлықта мекен еткен, суға жақын емес, айтайық, жаңа жер жыртқан, үй салған халықтардың тілдерінде сол тұрмыс тіршілігіне лайық атаулар жиі кездеседі, көп болады, сондай атауларға бай болады. Мысалы, оны мына Балтық жағалауындағы елдердің тілдерінен де біз көп кездестірдік. Біздің тілімізде жоқ балық шаруашылығына, кеме, қайықтың атауларына, балық ұстайтын құралдарға қатысты атаулар өте көп екен. Қазақтың өз тілінің ішінен салыстырған кезде, мына Каспий мен Арал бойын мекендеген халықтарға көбірек барсаңыз, мына таулы, құмды, шөлді жердегі халыққа қарағанда,
сол сулы, нулы, көлі, теңізі көбірек жердегі атаулар біздің осы балыққа байланысты, балық ұстауға, балық шаруашылығына, аудың түрлеріне қатысты атаулар өте көп. Біздің арал қармақшы өңірлерінің халқымен осы аралдың маңайындағы балықты кәсіп еткен ауылды елді мекендерге барсаң, сондай атауларды көп табуға болады. Дәл осы тұрғыдан келгенде, біздің енді қазақ халқының тұрмыс тіршілігі, енді төрт түлікті кәсіп еткен халық екеніміз белгілі. Біздің атауларымыз осы төрт түлікке байланысты өте бай. Және төрт түлікті бағу, осы мал бағу, мал өсіру бұл жермен байланысты. Мына Ұлан-Байтақ жерде төрт түлік жайылады. Сол малды, мыңғырған малды, төрт түлікті өсірген халық сол малға не беру керек екен, және жылқының, сиырдың, немесе түйеменен қойдың қандай шөпті жесе қоңданып ет алатынын, және сол қай жерде ондай өсімдіктердің өсетін жер жағдайында халық жақсы білу керек. Осыған байланысты біздің тілімізде мал шаруашылығына және осы өсімдіктер әлеміне, жер жағдайына қатысты атаулар өте көп. Мысалы, мына халықтық география деп жатады, оны Қоңқашбаевтар, біздің үлкен ғалымдар көп зерттеген. Мына айтайық, шатқал, қырат, бел, белес, беткей, сай, салам деген атаулар біздің тілімізде өте көп. Осының барлығы тұнып тұрған географиялық атаулар. Жаңа қыратыңыз да, шатқалыңыз да, барлығы да географиялық, халықтың өз тіліндегі атаулар. Сол сияқты біз енді жаңа төрт түлікке байланысты, мына төрт түліктің жасын құлыннан бастап, жаңа бестіге дейін, немесе жаңағы қойдың, мал өсірсең қой өсір деген қазақ, ісек пен тұсақты ажыратып, оның төлінің жасына қатысты, оның түр түсіне, сыртқы келбетіне қатысты атаулар біздің тілімізде тұнып тұр. Өте бай. Мал шаруашылығын төрт түлікке қатысты атауларға да біздің тіліміздің байлығына өте кез келген зерттеуші көз жеткізе алады. Сол сияқты осы Ұлан-Байтақ, ұлы даланы мекендеген халық енді осы жерді, біздің халқымызда сөз бар ғой, жиі айтылатын, Ақбілектің күшімен, ақ найзаның ұшымен қорғаған, бес қаруын қашанда сайлап тұрған қазақ өте жауынгер халықпыз. Жалпы түркі халықтардың жауынгер халық болғаны белгілі. Соған сәйкес біздің әскери доктринамыз, әскери атауларымыз өте көп, тіліміз осындай атауларға өте бай. Біз енді кеңестік кезеңде көбіне әскери атаулар сырттан алдық. Әскери құрылымдардың, немесе сол солдат деген атаудан бастап, командир, солдат, полк, дивизия, рота деген, взвод деген атауларды қолдандық. Кешегі 90 жылдарға шейін. Ал шындап келетін болсақ, біздің тіліміздегі термин, осы әскери терминология, ол тұнып тұр, оған дейінде бізде болған жаңағы ондық, отыздық деп отырғанымыз рота, жүздік, мыңдық, жаңа онбасы, жүзбасы, мыңбасы, немесе сардар, сарбаз деген атаулар өте көп. Қолбасшы, қолбасы деген немесе. Сондай-ақ қару жарақтың атаулары. Қылыштың, сүңгі, найза, сауыт бұзар, түрлі атауларға, кіреуке сауыттың түрлерін, берен деген сияқты атаулардың барлығы тұнып тұр. Соның ішіндегі біздің бір айрықша мән берген ғалым ретінде, сала маманы ретінде, термин танушы ретінде айрықша біз таңғалдырған саланың бірі, осы әскери терминологиядағы ұлттық модель деген болады, термин жасамды, ұлттық үлгі. Көп жағдайда осы терминологиядағы ең жақсы жасалған терминдердің жүйесі белгілі бір үлгілермен жасалады. Ол сөз жасайтын үлгілер, термин элементтер, мысалы үшін латын грек тілінен енген макро, микро, ультра дейтін сияқты, гидро дейтін сияқты атауларды сөздің басына қосып жасаған атаулар өте көп. Кез келген көп тілдерге тараған, мәселен гидроэлектростанция, немесе ультра күлгін сәулелер дейміз ғой. Осындағы ультра микроның бәрі кең тараған термин элементтер. Оның себебі осы модель ретінде осы дайын осы атаулар көп қолданылады. Немесе сөздің соңына қосылатын изм деген сияқты, логия деген, филология, немесе биология, морфология дегендегі логиялар. Осы сияқты бір терминдерге сұранып тұратын модельдер біздің үлгісін, біздің
әскери атауларымыздан айқын көруге болады. Мысалы, жаңағы айтып отырған біздегі ул дейтін мәден. Мысалы, айдауыл, жасауыл, қарауыл, торуыл, немесе жортуыл дейтін толып жатқан атаулар тұр. Торуыл деп тұрғаны жаңа засада дегендерге өте тамаша келіп тұр. Әскердің осы атаулардың барлығы жаңа өн моделімен жасаған атаулар біздің әскери терминологиясында қаншалықты жүйелі, жаңа ғылыми терминге қойылатын қазіргі ғылымның тұрғыдан талаптардың ең биік талаптарына, жүйелілік талабына жауап беріп тұрған көруге болады. Бұларды ойланбай, жаңа әскери терминологияға апарып ұғымдар жүйесінің орнына қойсаңыз, жаңа әскери атаулардың кішкентай жүйесін иеленіп ала қояды, сұранып тұр. Тек оларды тауып орнына қою керек. Мысалы, олар қойылып та жатыр. Біз жаңа кеңестік кезеңдегі біздің буын, біздің аға буын әскери атауларды айттық қой, конвойный дегенді айдауыл деп келді. Конвойный деп келді, біз соны қазір термиком ресми бекіткен айдауыл деген термин қолданысқа енді. Немесе пристав деп жүргеннің орнына жаңағы жасауыл. Енді немесе орыс тілінде қолданып жүрген караул деп айғайлайтын сөз қазақтың, түркі халықтарының қарауылы. Осының бәрі біздің әскери атаулар. Түркі халықтарының ықпалы күшті болып тұрған кезде, өзіне өзі ие болып тұрған кезде, әскери немесе басқа да экономикалық күш қуаты мықты болып тұрған кезде біздің осындай әскери терминологиямыз басқа тілдерге енген. Бір ғана орыс тіліне мына Шипова дейтін ғалым зерттеп айтты, 3000-ға жуық түркизмдер, оның ішінде осы қазақ тілінен терминдердің енгендер қаншама. Соның ішінде сол жасауыл, қарауыл сияқты, жаңағы шамадан бұл өзімізге қайтып келген атаулар сияқты атаулар өте көп. Тостаған деген, стакан, тостаған. Осындай атауларымыз біздің тілімізде көп. Бұл енді басқа салалар, мысалы, біз өнерімізде айтыс сияқты бірегей өнер тудырған халықпыз. Сондай өнеріміз бар. Осы айтыс немесе жаңа фольклордың жанрлары қатысты. Мысалы, айтыстың жаңа қайым айтыс деп айтатынымыз белгілі, айтыстың бір түрін. Немесе күйдің түрлері, жаңа шертпе күй, төкпе күйден басқа да, немесе сол музыкалық аспаптарға қатысты терминдер. Қазақтың енді біз білетін домбырадан басқа қобыз, саз сырнайдан басқа да атауларынан бөлек, соларға қатысты, солардың құрылымын, бөлшегін білдіретін, олардан шыққан үнді білдіретін қаншама атаулар бар, терминдер. Осының бәрі музыка терминологиясы. Немесе жаңа әскери атауларды, өсімдікке қатысты атауларды жинақтасақ, қазақта туыстық атауларды, оны орыс тілінде мына родственный термин деп береді. Туыстық атауларды осы қазақ ағайынның арасының тату болуын, елдің арасындағы бірлігін жақсы көздеген халық туыстық атауларды өте жақсы жүйелеп берген. Бізде мысалы үшін орыс тілімен салыстырғанда, орыс тіліндегі қыздың баласында, ұлдың баласында племянник дейтінін білеміз. Ал енді қазақта қыздан туған бала жиен, одан кейін жиеншар, ауылдан туған немере дейді. Осының өзі туыстық атаулардың қарым-қатынастың, ағайын туыстың арасындағы, ел арасында қарым-қатынасты ғылыми тұрғыдан жүйелеудің, оның ұлттың тілінен көрініс тапқанының бір көрінісі. Осының өзі. Жаңағы жылқыға байланысты құлыннан бастап бестіге дейінгі атаулардың жүйесімен орында тұрған сияқты. Қысқасы, осылай, егер біз ұлттық терминологиямыздың тарихы, бергі тарихы, бұл термин жүйе ретінде, ғылыми атаулар ретінде оқулықтар жазылып, алғашқы газеттер шығып, ғылыми еңбектер шыққан кезеңдер тұрғысынан жазба тілдің орныққан, қазіргі жазба әдеби тілдің орнығу кезеңі тұрғысынан кезеңдестірген, жаңа біздің кезеңдестіруімізді айтып отырсыз. Бұл енді негізінен 19 ғасырдың екінші жартысы Шоқан, Ыбырай Алтынсарин, Абай кезеңінен басталып, бері қарай негізінен ғылыми терминологияның жүйеге түскен кезі бұл алаш сиялар еңбек еткен ахаңдардың кезеңіне сәйкес келгенімен, оның тарихы ар жағында тереңде жатыр. Сондықтан сала мамандарының алдында тұрған үлкен міндет осы өзі еңбек етіп жүрген салаға қатысты, жаңағы айтып отырған мал шаруашылығына, география, жер жағдайына қатысты, немесе енді қазақта емшілікте болған шипагерлік баян сияқты үлкен еңбектер шықты ғой. Сол медицина саласындағы атауларды да жинақтап, басқа да қазақтың өнер, фольклор, дүниетанымға қатысты, немесе жаңа астрономия ұғымына қатысты. Біз енді көшпелі халық жаңа жердің бетімен жүргенде,
табиғаттың құбылысын біліп отырмаса, табиғаттағы өзгерістерді біліп отырмаса, малды аман сақтап қалу мүмкін емес. Малды өсіру, оны табиғат қатерлерінен сақтау мүмкін болмаған болар. Ал біздің халқымыз сол аспандағы жұлдыздарға қарап, темірқазыққа қарап, компасқа қарамай-ақ бағыт бағдарын анықтап, немесе аспанда денелерінің бәріне ат қойып, арыстан, ақбозат, жеті қарақшы деп, керемет. Аттар қоюының өзі бұл біздің ұлттық астрономиялық танымымыз, осы атауларымыз тұр халықтық. Осындай дүниенің бәрін жинақтап, мысалы жаңағы біздің алаш қайраткерлері сияқты өз саласына енгізген сияқты қазіргі салалық мамандардың алдында ғалымдар мен осы кәсіби білім алған практик мамандар қазақтың арғы бергі тарихындағы, көне дастандарындағы, жырларындағы, жазба ескерткіштеріндегі атауларды ерінбей, жалықпай, құнттап, жинап қараса, біздің терминологиялық қорымыздың ұлттық сипаты арта түседі. Және біздің өзіміздің төл жаңа асыл мұраларымызды қалпына келтіріп, барлығын тек қана бір ғана сырттан ала беруге ғана бейімделген, термин деген шет тілінің сөзін алу деп түсінетін қасаң, бір жақты түсініктен арылып, біздің де терминнің өзіміздің көне терминдік қорымыз бар екен, біздің де басқа халықтар сияқты ғылым білімді игеріп жатқан, өзінің тілін ғылым саласында қолданып, термин шығармашылығында пайдаланып отырған халықтар сияқты, өз тілімізде термин жасай алатынымызды, терминдік қорымызды түгендей алатынымызды осылай ғана дәлелдеп, осылай ғана тіліміздің лексикалық терминдік қорын байыта аламыз. Мына бір мысал ретінде көрші Қытай халқын алып қарайтын болсақ, осы Қытай халқының терминологиясын зерттеген ғалымдардың еңбектеріне жүгінсек, өте қызық деректер бар. Осы бұл халықаралық термин немесе шет тілінің сөзі деген бойынша мойындамайтын халық. Барлығын өз тілінде жасап, өз тіліне икемдеп ала қояды. Сонда осы қарап отырсақ, Қытай халқында көне әдеби тілі бар, веньян деп аталатын. Өздерінің тіліне икемдеп жасап алады жаңа сөз, немесе осы тілдік қоры жинақталған, көне атаулар жинақталған көне әдеби тілінен біздің бір алтын сандығына қол салған сияқты, немесе бір тіл қазыналы сарайына қол салған сияқты, сол жерден ескі сөздерін жаңғыртып, солардың мағынасын кеңейтіп, немесе соларды қазіргі заман талабына икемдеп, жаңа атау жасай қояды. Мағынасын жаңғырта қояды. Сөйтіп, өзінің Қытай тіл негізінде термин қорларын байыта береді. Бізге де өз сала бойынша осындай көне атауларымыздың, төл атауларымыздың байырғы түркілік ерте ғасырларда, көне түркі ескерткіштерінен бастап бергі орта ғасырлардағы айтып отырған Махмұд Қашқари, Құтадғу Білік, Ахмет Егінеки, немесе басқа да көп толып жатқан Кодекс Куманикс Қыпшақ дәуіріндегі, Алашорда дәуіріндегі, одан бергі кезеңдегі жазба ескерткіштерімізді, дастандарымызды, барлығын қиссаларымызды жинақтап, жырларымызды, батырлар жырын, лира эпостық жырларымызды да талай атауларымыз сақталып тұр, эпостық жырларымыз. Осыларды жинақтай отырып, қорын жасайсақ, жаңа ұлттық атаулардың, көне атаулардың мағынасын түсіндіріп көндірген сөздердің, олардың не мағына білдіргенін, қай салада қолданғанын анықтайтын болсақ, біздің де үлкен көне тілдік, әдеби тілдік қорымыз қалыптасады. Және терминологиядағы бірінші басты қағидат ретінде осындай атауларды негізге алып, солардың негізінде сөз туғызып, солар атауларды қолданысқа енгізу арқылы біз тілімізді тірі тіл ретінде, ғылым тілі ретінде, термин шығармашылығында пайдаланатын тіл ретінде іске қосуымызға, ғылым саласында оның қолданысын жандандыруымызға және кез келген күрделі ұғымды, ғылыми ұғымды, техникалық ұғымды өз тілімізде сөйлете алатын халық ретінде қалыптасамыз. Бұл дегеніңіз, бұл ғылыми сананың мәселесі. Кез келген ұлт өзінің тілінде, ғылымда болып жатқан жаңалықты игере алмайтын болса, оған ат қоя алмайтын болса, ол туралы өз тілінде басқаға баяндап жеткізе алмайтын болса, немесе өз тілін пайдалана отырып, ғылымның үздік жетістіктерін өзі сол ғылыми ақпаратты ала алмайтын болса, онда ол тілді ғылым тілі, ол тілде ғылым білім беруге терең болатын тіл деп айтуға болмайды. Ал қазақ тілі ондай атауларға бай. Біздің тіліміз ғылымның кез келген саласында, кез келген жаңа саласындағы атауларды, ұғымдарды, ғылыми ұғымдарды сөйлетіп бере алатын, ұтымды түрде дәл жеткізіп бере алатын тіл.
Тек оны осылай тиімді пайдаланып, тарихын зерттеп, бүгінгісін зерттеп, сөз жасам тәсілдерін іске қосып, содан кейін сөз бен ұғымның табиғатын жақсы білетін, тілді терең меңгерген сала мамандарын тәрбиелеу арқылы қазақ тілін ғылым тілі ретінде қалыптастыруға мүмкіндік қалыптасады. Мен бір осы көрші халықтардың, осы туысқан түркі халықтарының ғалымдармен, әсіресе терминология саласында ғалымдармен бірлесіп ғылыми жобалар жүргіздік кезінде. Осы Татарстаннан академик Закиев сияқты, Қырғызстаннан Четин Жұмағұлов, Өзбекстаннан Дадабаев, Түркиядан Шүкір Акалын сияқты, Азербайжаннан Саягүл Садыкова сияқты үлкен ғалымдар, әр саласында жетекші ғалымдармен бірлесіп бірнеше осы ғылыми жоба жүргіздік. Түркі халықтарының термин жасамы деген монография жаздық. Соның негізінде мен сол еңбекке ғылыми жетекші болып едім, үлкен ғалымдардың басын қоса отырып. Сондай бір сапарлардың бірінде Бакуге барғанымызда IT саласының қазіргі ақпараттық технологиялар терминдерін талқыладық. Сонда біздің бір сүйсінгеніміз түрк тіліндегі IT саласының терминдерін жасаған үлкен ақсақал Айдын Көксалмен бір кездестім. Сонда сол кісімен үлкен ғалым IT саласының маман, түркі IT саласының терминологиясын, осы ақпараттық технология саласының терминологиясын қалыптасуына үлкен үлес қосқан ғалыммен жата жастана бір-екі күн қатар жүріп әңгімелескенім бар. Сонда 70-ші жылдардан бастап жаңа ғылым IT саласы қалыптаса бастағанда біз осы саланың терминдерін қолға алып, ұлт тілінде жасадық дейді. Сөздігін алдым, еңбегін танысып шыққанда, терминологияның ең жаңа саланың, ғылымның сол кездегі IT ақпараттық технология жаңа дамып жатқан кезде сонда түрк тілінде игеріп, атауларын жасау бұл бізге өте үлгі боларлық нәрсе. Соны жасап сөздігін шығарған, соның бірі кәдімгі қазір елдің бәрі бүкіл түркі халықтарын таныс Білгісаяр. Компьютерді біз енді бәріміз компьютер деп жүрміз, қырғыз да, өзбек те, қазақ та деген сияқты. Ал түрік ағайындар Білгісаяр деп алды. Осы тіл түрік тіліне жаңа 80 миллион халқы бар түркі халыққа Білгісаяр деп отыр. Бір тіл терминді өз тілінде егеріп. Одан енді түркі халықтары, ақпараттық саласын еңбек етіп жүрген түркі халықтары компьютерді танымай білмей қалған жоқ қой. Сондықтан қайта керісінше сол ұғымға өз танымы, өз түсінігі, өз тілі тұрғысынан атау берді. Мұндай нәрселерге біз де осы үлгі ала отырып, жаңа ғылымның салаларын игерген кезде тілді сол салада іске қосуға үйренуіміз керек. Бәрін дайын нәрсені көшіре бермей. Қысқасы, терминологияның тарихын зерттеу, ол оның болашағын, осындай болашақ терминдер қорын ұлттық негізде қалыптастыру үшін де керек. Өйткені біз өткенімізді түгендеп алмайды, сөздік қорымызды байытамыз дейтін болсақ, термин қорымызды өз ұлтымыздың тіліне негіздеп жасаймыз дейтін болсақ, арғы бергі кезеңдегі төл сөздерімізді, байырғы сөздерімізді, ескі атауларымызды ұлттық танымнан ауытқымай тұрған кезеңде өзінің түркілік, қазақылық таным тұрғысынан жасалған атауларымызды жинақтап, солардың қорын жасап алу өте маңызды. Бұл жағынан әрине сала мамандары да бұған атсалысу керек, лингвист ғалымдар да, терминологияның тарихын, әсіресе терминтану саласын зерттеп жүрген ғалымдар осы саладағы атауларды жинақтап, теріп, әр сөзді мағынасын түсіндіріп, оларды қолданысқа енгізу, бұл ғылым тілін ұлттық негізде қалыптастырумен бірге ғылымды қазақша сөйлетудің негізі болады. Өйткені термин деген ол ғылым тілінің кілті, ғылым тілінің өзегі. Оны ұлт тілінде жасамай тұрып, біз ғылымды өз тілімізде сөйлетеміз деуге болмайды. Қысқасын айналып келген кезде айтарымыз, қазақтың әсіресе байырғы осы терминологиясының, ғылыми танымының қалыптасуының байырғы кезеңдері әлі түпкілікті жан-жақты зерттелді деп айта алмаймыз. Біздің жаңа кезеңдестіруіміз бұл бергі қазіргі кезеңдегі терминге қойылатын талаптар тұрғысынан жазба тілдің қалыптасуы, қазіргі жазба әдеби тілдің тұрғысынан қарағанда кезеңдестіру. Оның ар жағындағы тарихы тереңде жатқанын біз өзіміздің осы еңбектерімізде айтқанбыз. Енді соны ары қарай індетіп іздеу
баршамызға, осы ғалымдарға тілді, терминологияны, сала тілін дамытып зерттеп жүрген мамандарға міндет. Қазақ тілі ғылым тілі ретінде қалыптасын деп тілейміз. Эфирге Ираннан, Түркиядан қатысып отырғандар бар екен. Шерубай аға, онлайн кездесуіміз соңына келіп қалыпты. Ел жұртқа тілегіңіз болса мархабат. Енді ел жұртқа тілегіміз, біз қазір тәуелсіздігімізді алғаннан бері 30 жыл уақыт өтті. Уақыт орында тұрған жоқ, зымырап өтіп жатыр. Біздің қазіргі зиялы қауымның, жалпы елдің алдындағы міндет, мемлекеттің осы іргесін нығайту, экономикасын, ғылымын, білімін дамыта отырып, өркениетті елдердің қатарына тұру. Ол үшін бізге ең алдыменен ғылым, білім жүйесін, жалпы басқару жүйесін, елдегі ашықтықты және біздің зиялы қауымның, қазақтың әрбір ұлы мен қызының баласын өзінің ана тілінде оқытып, ана тілінде тәрбиелеп, ұлттың салт дәстүрі мен таным түсінігін баланың санасына сіңіріп, ұлттық дәстүрді тәрбиелей отырып, одан кейін білім беріп, ғылымға баулысақ, біздің ұлтымыз, біздің халқымыз шын мәніндегі бәсекеге қабілетті, және ешкімнен, кез келген әлемнің кез келген мемлекетімен, ұлтымен өркениетті түрде бәсекеге түсе алатын, қоғамдық өмірдің кез келген саласында мемлекет, ұлт боламыз ғой деген үмітіміз бар. Осы жолға үлкеніміз де, кішіміз де бірігіп, жұдырықтай жұмылып қызмет етуіміз керек. Әркім өз саласында, өз орнында жұмыс істеуге үйренуіміз керек деп ойлаймын. Біз өз кейде мына әмбебаптық деген нәрсе бар. Бір адам кейде өзінің осы бір басына көптеген дипломдар алып, барлық салаға атсалысам деп жатады. Көп жағдайда бұл өте қиын мәселе. Қазіргі ғылым мен білімнің салалар тармақталып дамып кеткен жағдайда осы біздің сала мамандарының, әсіресе әр саланы терең меңгерген, жан-жақты меңгерген мамандар көбірек болып, солар өз саласында қызмет етсе, онда біздің экономикада, ғылымда, білімде, технологияда, медицинада бәрі де соған байланысты дамиды. Сондықтан әркім өз орнында, өз саласында білетін ісімен айналысуға да осы үйренуіміз керек сияқты. Сондықтан енді елге, бірлікке, төрт құбыламыз түгел, айналамыз аман болсын, елдің болашағы жарқын болсын деп тілейміз. Уақыт тауып сұхбат бергеніңізге көп рахмет Шерубай аға. Бүгінгі әңгімеміз ғылыми жағынан терең болды деп ойлаймын. Бесті атанның белі бүгілетін жүкті арқалап жүрген сіз сияқты ғалымдарымызға Құдай қуат берсін, ұлттық рухымыз асқақ болсын, көк байрағымыз биікте ғана желбіресін, жақсылықта жүздесін. Рахмет, қуат. Аман болайық, амандықта болайық, кездесейік.